1 күн бұрын. Мына бала әлі тұрмаған ба не? Адик, тұр, мен саған бірдеңе айтуым керек. Ап, тұрып жатырмын, қазір кішкене ұйықтай тұрайыншы. Ап, айта беріңіз. Так, Адик балам, мен командировкаға жұмыс бойынша кетіп баратырмын. Так что мен үйде болмаймын. Командировка дейсіз ба? Қанша күн кетіп баратсыз? Неге ұзақ кетіп баратсыз ба не, пап? Үйде болмаймын дейтіндей? Иә, примерно 1 аптаға кетіп баратырмын. Так что үйге қарап қой. Мен саған сюрприз дайындап қойдым айтпақшы. Давай, Адик, жолға шықтым мен. Жақсы, пап, давай, жол болсын. Кстати, не сюрприз деп қойыңыз, пап? Мақұл, кете берсін. Зато үйде бірезім қалам. Так, не істесем болады екен енді? Достарым шақырып кішкене пресс ойнап жібереміз ба? Или Roblox ойнап жүруге де болады сияқты негізі. Тасташ қайдағы ойын оданша ұйықтамайын ба? Как раз үлкен тамдағы спальня бос қалды. Так, кішкене ұйықтап алайын, потом балдарды шақырамын. Так, біреу келіп тұрған сияқты. Вроде мама мен папа да командировкада. Так, кім болды екен? Көршілер шығар, тағы мазаны алып тұз сұрап келген. Мынау кім тағы? Саламатсыз ба? Сәлем, менің есімім Арай. Адик боламын, сіз кімсіз бірақ? Папаң айтпады ма не, мен осы үйге жаңа қызметші болып келдім. Жоқ, айтпады, значит сюрприз сіз болып тұрсыз ғой. Не дейсің? Жоқ, ештеңе. Папа қуады екен ғой, ешкімге айтпай қызметші жалдай салғам да. Сонда да мына қыздың әдемісін ай. Білейін, мен де осындай қызым болса ғой. Папа екеуміздің вкусымыз ұқсайды екен негізі. Адик, ішке кірмейміз ғой не, Адик? Жүріңіз, түрледіңіз. Сіз сөйтсе аузың ашылып тұрған ес. Иә, кішкене ондайым бар енді. Так, жүріңіз, өз үйіңізде көріңіз, әше қысылмаңыз. Саған не деген зәулемеймін ау? Еше тап-таза ғой, не үшін қызмет жалдап жүрсіңдер? Білмедім, ол жағын пападан сұрау керек енді. Жарайды, сұрамай-ақ қой, бәрі маған жақсы емес па? Мен кішкене үйдің жан-жағын қарап, сосын жұмысыма кірсем мақұл ма? Мақұл, мен бөлмеме барып жатамын онда. Болды, келістік, бір-бірімізге мешайт етпей ақ қояйық онда. Жарайды, комнатама барайын. Мынау жынды екен ғой таза. Адам деген кішкене айтып, шақырып, сосын барып әкелмей ма қызметші дегенді. Үйді мен үйде жалғызбын. Қызметші екеуміз ғана қалдық па? Что-то бұндай нәрсені басқа жер. Жарайды. Так, папаға звондап айту керек. Алло, пап. Что-там, балам, мен сыйлығым ұнады ма саған? Ұнағанда не ғой, біртүрлі емес па? Несі біртүрлі? Зато сен қыздармен танысасың енді, үйренесің, қыздармен сөйлесің. Оған обязательно қызмет жалдау керек пе еді, пап? Болды, басымды қатырма, балам, мен командировкадамын. Келген соң сөйлесеміз. Алло, пап. Ладно, көрерміз енді. Что-то қарны шұрылап отыр, қарны ашып кетті, тамақ жеу керек. Астыға барып бургер ма, бірдеңе заказ берсем деген. Так, ладно, кухняға бара салайыншы, дальше өзім көремін. Қураған гүлдің. Адик, не істеп жүрсің? Мен қарным ашып кетті, просто тамақ бірдеңе заказ берейін деген ғой. Ештеңе заказ бермей ақ қой, мен заказ беріп қойған бағана. Жақсы болды, как раз қарны ашып тұр еді. Сол как раз екеуміздің де қарнымыз ашып тұр екен, тамақ жеп алайық кет. Екеуміз тамақ жейміз де сонда? Не болыпты, кел тамақ же. Не отыр, мен қызбен тамақ ішейін деп отырмын. Ас болсын енді. Рахмет саған да. Үйді көріп, уже астыңғы этажды жинап қойдым. Ертең екінші этажды жинайтын шығармын. Бүгін үлгермейді сияқтымын просто. Болды. Қашан жинасаңыз да өзіңіз білесіз ғой. Сіз берген бургер өте күшті дәмді екен. Ой, қойшы, кәдімгі бургер ғой. Әзіл ғой, әзіл. Так, болдым, тойдым, рахмет. Ас болсын, сен бөлмеңе бара бер, мен мына жерді тездетіп жинатсайын. Жарайды. Мен қызбен бірінші рет тамақ іштім, бір столда отыр. Не деген бақыт мынау. Молодец, папа. Бірінші рет дұрыс шешім қабылдады. Так, енді ұйықтау қалды. Қызметшіні что-то түсімде көретін сияқтымын бүгін. Осылайша Адик қызметшімен общение ұстап кетті. Қалай общение? Типа общение ұстап кетті. Ой, срочно туалетке бару керек маған. Жүгір, қазір бұтыма жіберіп қоятын сияқтымын. Бұл да ауырмайтын кезде ауыр. Ой, ё-моё. Мама. Не болды бұл? Бұны қалай сөндірсем болады енді? Так, бұндай нәрсеге дайын емес едім мен. Тупой извращенец, есікті қағуды үйретпеген ба ата-анасы? Еще есік кілттенбейді да, қалай өмір сүретін олар өзі. Не деген позор болды өзі. Кешірім сұрайым, Арай, просто әдет болып қалған ол. Кілттемейтіндей едік негізі біз. Кешіресің ғой, пожалуйста, кешірші. Жарайды, енді есінен шығып кеткен шығар шынымен. Есімнен шығып кетті. Ішім ауырып отқан екен қайтпақшы. Айбай. Наконец-то. Так, енді қолды жуап, позорды ұмытып ұйықтайыншы дейсіз. Не деген күн болды бүгін өзі. Бәрі папаның кесірі по-любому. Ішім сыза болып, бірдеңе істей салды, жат болды. Так, все, болды, ұйықтаймыз. Кімнің басынан өтпейді ондай нәрсе? Ер жігіттің басынан не келді, не кетпейді. Лучше ұйықтап, ертеңге план құрайын. Так, мен неге өзім комнатамда ұйықтайын деп жатырмын? Папа кетіп қалған жоқ па? Папаның комнатасында ұйықтамайын ба? Как раз үлкен жұмсақ спальныйда. Кайф, папаның кеткен пайдасы ол. Арай ұйықтап жатыр ма? Жақыннан барып қарағым келіп тұрып кетпейтін шығар. Так, Адик жиналып, батылдың жинауы жерде. Не істеп жүрсің сен? Извращенец, сволочь, білген мен сен сондай екеніңді. Жоқ бол бар өз комнатаңа. Мен негізі ешкім жоқ деп ойлап
кіріп қалғам. Жарайды, мен кетейінші десе. Жоқ бол, извращенец десе. Жарайды, кешірім сұраймын, қателес кіріп кеттім. Ема, тез кетіп қалайыншы десе, ема. Бүгін не күн болды өзі? Не деген көтім ауыр адам еді. Позор, бля. Тез ұмытып ұйықтау керек. Білейін мен, бірақ түнде жалғыз жатуға қорқамын ғой, может Адикті қасыма шақырып алсам ба екен? Өреде ондай жаман бала емес сияқты ғой. Адик. Жалғасы шықсын десеңіздер, лайк басып арнаға тіркеліңіздер.